Сәлем достар, бүгін мен сіздерге рогалики жасап көрсететін боламын. Осылай домаланған қамырларымызды алып, уқтаумен жайып аламыз да осының ішіне сгущенканы салсаңыздар болады. Бұл бірінші әдісіміз. Мынау екінші әдісіміз. Осылай үлкен қамырымызды алып, бірден осылайына домалақша жайып алып, видеодағыдай кесіп шығамыз. Негізінде рогаликиді осы әдіспен жасаған оңай, әрі рогаликтеріміз өте әдемі шығады болады. Осылай кескеннен кейін вареный сгущенкамызды қасықпен немесе кондитер пакетіне салып шығамыз. Видеодағыдай орап шығасыздар. Міне енді рогаликтерімізді 180 градусқа 20-30 минутқа пісіріп аламыз. Міне дайын болған рогаликтеріміз. Беттен қант ұнтағын сеуіп дастарханға ұсынсаңыздар болады.